Сәлем достар. Бүгін біз Minecraft әлеміне барамыз. Бұл әлемде қиялдарыңызды жүзеге асырып, кез келген нәрсені жасай аласыз. Біз Арманды және оның достары Аялым мен Ерболатты кездестіреміз. Олар кішкен ауылда тұрады. Бұл жасыл шөпті, түрлі түсті гүлдері бар тыныш жер. Арман, Аялым және Ерболат бірге ойнағанды ұнатады. Олар үйлер салып, айналадағы әлемді зерттейді. Олар әрқашан бір-біріне қолдау көрсетеді. Бүгін олар ауылын одан да қауіпсіз ету үшін саяхатқа аттанады. Олар мықты бекініс салады. Бір күні Арман қорқынышты нәрсені байқады. Ол алыста ауылдың шетінде құбыжықтарды көрді. Бұл құбыжықтар тек түнде шығады. Олар қауіпті және бәлені жақсы көреді. Арман ауылды қорғау үшін бірдеңе жасау керектігін білді. Ол тез жүгіріп барып, Аялым мен Ерболатты тапты. Бізде мәселе бар, деп айқайлады ол. Мен ауылдың маңында құбыжықтарды көрдім. Біз өзімізді қорғауымыз керек. Аялым мен Ерболат мұқият тыңдады. Олар құбыжықтардың қауіпті екенін білетін. Оларға жоспар керек болды. Арманның ойына бір идея келді. Үлкен мықты бекініс салайық, деп қуанды ол. Ол құбыжықтарды ауылдан алыс ұстайды және ауылымызды қауіпсіз етеді. Аялым мен Ерболат Арманның идеясын керемет деп ойлады. Бекініс тамаша шешім болар еді. Олар барлығы ең жақсы бекіністі бірлесіп салуға келісті. Бірақ алдымен оларға материалдар қажет болды. Достар мықты бекініс салу үшін берік материалдар қажет екенін білді. Қабырғаларға ағаш, іргетасқа тас керек, деді Ерболат. Ал бекіністі жарық ету үшін факелдерді ұмытпайық, деп қосты Аялым. Сөйтіп олар балталарын алып, жақын маңдағы орманға бет алды. Арман шеберлікпен ағаштарды кесіп жатқанда, орманға ағаш кесетін дыбыс жаңғырып тұрды. Аялым бөренелерді жинап жатты, ал Ерболат жолдарын жарықтандырып, факелдер орнатты. Олар ауылдарының қауіпсіздігі өздерінің күш-жігеріне байланысты екенін біліп, талмай еңбек етті. 5-ші бөлім. Жеңіс үшін кен өндіру. Бұл бөлімде біз Minecraft әлемінде жеңіске жету үшін қажетті ресурстарды қалай жинау керектігін үйренеміз. Ағаш пен тас жақсы болды, бірақ оларға одан да мықты нәрсе қажет болды. Олар өздерінің базасын нығайту үшін темір іздеуге бел буды. Терезелерге тор жасау үшін бізге темір керек, деп мәлімдеді Арман. Темір торлар құбыжықтардан қорғану үшін өте маңызды. Бұл құбыжықтардың кіре алмауын қамтамасыз етеді. Қорғаныс жүйесін күшейту үшін олар темір қоршауларды да қолданды. Сөйтіп олар кетпендерін алып, үңгірдің тереңіне қарай бет алды. Үңгірдің қараңғы және қауіпті екенін біле тұра, олар батылдықпен алға ұмтылды. Кен өндіру оңай жұмыс емес еді. Бұл көп күш пен шыдамдылықты талап етті. Бірақ Арман, Аялым және Ерболат бел буды. Олар өздерінің мақсаттарына жету үшін бар күштерін салды. Олар кетпендерін бар күштерімен сермеді. Металдың тасқа соғылған дыбысы үңгірге жаңғырып тұрды. Бұл дыбыс олардың еңбегінің нәтижесін білдірді. Көп ұзамай олар мықты, берік торларға айналдыруға дайын темір рудасының тауын жинады. Бұл олардың базасын қорғауға және жеңіске жетуге көмектеседі. 6-ші бөлім. Бекіністі салу, іргетасты қалау. Материалдар жиналғаннан кейін құрылысты бастау уақыты келді. Әрбір тас, әрбір ағаш бөлігі мұқият таңдалып дайындалды. Олар бекіністі мұқият жоспарлап, ауылдағы барлық адамды қорғауға жеткілікті үлкен болуын қамтамасыз етті. Жоспарлау кезеңі өте маңызды болды, себебі әрбір деталь ескерілді. Алдымен олар тастан берік іргетас қалап, оның тегіс және берік болуын қамтамасыз етті. Іргетас салу ең маңызды қадамдардың бірі. Мықты іргетас маңызды, деді Ерболат әрбір тас блокты мұқият орналастырып жатып. Ол әрбір тастың орнына дұрыс қойылғанына көз жеткізді. Ол қабырғаларды ұстап тұрады және бекінісіміздің мықты болуын қамтамасыз етеді. Қабырғалар биік және қалың болуы керек, деп қосты ол. Арман мен Аялым келісіп бас изеді. Олар Ерболаттың айтқандарын түсініп, оның нұсқауларын орындауға дайын болды. Ұжымдық жұмыс олардың армандаған бекінісін шындыққа айналдырды. Әрбір адам өз үлесін қосып бірлесе жұмыс істеді. Нәтижесінде олар мықты және сенімді бекініс салды. 7-ші бөлім. Қорғаныс мұнаралары. Содан кейін олар жинаған ағашты пайдаланып биік, берік қабырғалар салды. Олар кейінірек темір торлармен жабатын терезелерге орын қалдырды.
Onu аяқтау үшін олар әр бұрышына әсерлі бақылау мұнараларын қосты. Біз құбыжықтардың келе жатқанын жоғарыдан бірнеше шақырым жерден көре аламыз, деді аялым бақылау мұнарасының басын көрсетіп. Бақылау мұнаралары оларға айналаны жақсы көруге мүмкіндік берді. Енді ешбір құбыжық оларға жасырын түрде жақындай алмайды. 8-ші бөлім шайқасқа дайындық. Бекініс дайын бола жаздады. Олар қабырғалардың айналасына факелдер орнатып, бекіністі жарықтандырып, түнгі құбыжықтардан қорғады. Соңында олар батыл рыцарьлар болып, басқыншылармен күресіп жатқандай, бекіністі қорғауға жаттықты. Есіңізде болсын, деді Ерболат, ауылымызды қорғау үшін бірлесіп жұмыс істеуіміз керек. Олар қауіптің алғашқы белгісінде басқаларын ескертуге дайын болып, кезектесіп бақылау мұнараларында күзет тұрды. Олар дайын болды. 9-ші бөлім шабуыл түні. Түн кірді, ал ауыл тұрғындары берік қабырғаларының артында өздерін қауіпсіз сезініп, бекіністің ішіне жиналды. Арман, аялым және Ерболат бақылау мұнараларында тұрып, көкжиекті шолып тұрды. Кенеттен аялым, олар келе жатыр. Құбыжықтар шабуыл жасап жатыр деп айқайлады. Жер сілкініп кетті, өйткені бекініске құбыжықтар тобы жақындап келе жатты. Олардың жарқыраған көздері қараңғылықты тесіп өтті, ал олардың айқайлары ауыл тұрғындарының жүрегін суытты. Үйлерін қорғау уақыты келді. 10-ші бөлім батырлық қорғаныс. Арман, аялым және Ерболат іске кірісті. Олар бақылау мұнараларынан жебелер атып жатты, ал ауыл тұрғындары төменнен бекіністі қорғауға көмектесті. Құбыжықтар қаһарлы болды, бірақ ауыл тұрғындары үйлерін қорғауға бел буды. Шайқас түні бойы жалғасты. Ауа қылыштардың соқтығысқан дыбыстарымен және ауыл тұрғындарының айқайларымен толды. Бірақ батылдық пен бірлік арқылы олар құбыжықтарды кері шегіндіріп, оларды бекіністен алыстата түсті. 11-ші бөлім жеңісті тойлау және болашаққа көзқарас. Бұл бөлімде біз ауыл тұрғындарының жеңісін атап өтеміз, және олардың болашаққа деген үміттерін қарастырамыз. Ақырында таңның алғашқы сәулелері қараңғылықты жарып өткенде, соңғы құбыжық жеңілді. Бұл таңның жаңа бастамасы болды, және ауыл тұрғындары үшін жаңа үміттің белгісі. Шаршаған, бірақ жеңіске жеткен ауыл тұрғындары Арманға, аялымға және Ерболатқа оларды қорғағаны үшін ризашылықтарын білдіріп қуанды. Олар ауылды құтқарды. Бұл үш батырдың ерлігі ауыл тұрғындарының жүрегінде мәңгі сақталады. Бірлесіп жұмыс істеп, олар қауіпсіз баспана салып, оны батылдықпен қорғады. Бұл баспана олардың болашақта да қауіпсіз болуын қамтамасыз етеді. Арман, аялым және Ерболат жас болса да, үлкен өзгеріс жасай алатынын білді. Олардың батылдығы мен ынтымақтастығы ауыл тұрғындарына үлгі болды. Және ұмытпаңыз, бірлік болған жерде тірлік болады. Олар келесіде нені салады? Мүмкін жаңа мектеп немесе үлкен кітапхана. Олардың мүмкіндіктері шексіз. Білу үшін келесі рет қосылыңыз. Келесі эпизодта біз олардың жаңа жобаларын және болашаққа деген жоспарларын көреміз. Бұл бейнені ұнатып, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сонда сіз Майнкрафттың көбірек шытырман оқиғаларын көре аласыз. Сіздің қолдауыңыз бізге жаңа мазмұн жасауға көмектеседі. Келесі эпизодта кездескенше, онда біз түнгі аспанды зерттеп, жұлдыздардың құпияларын ашамыз. Бұл жаңа шытырман оқиғаларға толы болады.